Алдыңғы сабақта біз текстке анимация жасауды үйренген болатынбыз. Бұл сабақта текстті қалай нөлден бастап создавать ету керек. Ол үшін біз каналға тіркел деген жазуды өшіріп тастаймыз. Ең стандартный тәсіл ол текст дегенге басып, осы жерге курсорды басып, біз текстімізді жазамыз, мысалы. Және де екінші вариант, өшіріп тастайық, ол текстке барып екі рет басамыз, сол кезде бізге курсор осы ортада тұрады, мысалы. Осылай жазамыз. Енді мына жерде бізде тексттің параметрлері бар. Характер дегеніміз ол, мысалы, шрифтін өзгертеміз осылай, үлкейтіп, кішірейтіп. Мына жерде мысалы бізде текстіміз екі жолдан тұратын болса, екі жолдың арасын осылай ашады. Және де мынау тексттің әріптерінің арасын ашады. Бас әріпті тыға барсақ, біздің текстіміз жирныйға өзгереді. Выделить ету үшін мен Ctrl-A-ны басып отырмын. Және мынаған бассақ, біз курсив қылады текстімізді. Егер осы екі үлкен тыға бассақ, біздің бүкіл әріптеріміз бас әріппен жазылатын болады. К дегенде былай кішірейтіп қойымызға болады, былай жоғарыға шығаруымызға болады, осылай. Және де мына жерде тексттің цветін өзгертеміз. Шрифтісін өзгерту болады, характердің іші осылай. Параграф дегеніміз ол, мысалы, ойдан текст жазайын деп атқан кезде біздің курсорымыздың ортасынан бастап жазылады, мысалы. Егер мынаны қойсақ, біз солға қарай жазатын боламыз. Ал мынаны қойсақ, біз керісінше жазамыз, осылай. Егер де біз тексттің ішінде тұрмыз, осылай. Бірден өзгерттік. Тексттен былай шықсақ, курсорымыз өзгереді, қарап тұрсаңыз. Курсорды бассақ, біз текстті оңай жылжыта береміз қалаған жерімізге. Ал егер осылай келсек, курсор өзгереді, және де текстті өзгерте береміз осылай. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.